Ми жақсы жаман категориясымен ойланбайды. Ми қауіпті қауіпсіз категориясымен ойланады. Ми шаршайды деген нәрсе бар ма? Ми әрекетсіздіктен шаршайды. То есть ол мына бұлшық ет секілді Ол орган, кәдімгі. орган. То есть оны дамыта аласың, күшейте аласың, Басқара аласың, қолдана аласың. Онда немен басқарамыз? Ми ойға салынса адам жеңіледі. Ойдың ішінде қалып кететін болса адам 100% жеңіледі. Адам оны сразу сыртқа шығаруға тырысу керек. Содан кейін көп адамның қазіргі дерті неде? Олар айтады, мен қуанбай қалдым. Енді қандай да бір қарым-қатынас өз бетімен ешқашан дамымайды. Реніштің бірінші дәрежесі обида, екінші дәрежесі разочарование, Көңіл қалу. Үшінші депрессия. То есть ажырасу көбінесе депрессия дәрежесінде болады. Екі тарапта заинтересованы болу керек, қызық болу керек қой, оларға осы отбасын сақтап қалуға, компанияны сақтап қалуға, екеуінде де жауап. Ең басты мәселе жауапкершілікті артпау керек та басқа біреу. өзіне ал. Мен нені дұрыс істемей жатырмын, ол мені түсінбей жатыр. Сыртқа берсем, онда 1000 проблема. Ішке берсем, 10 проблема. Бір проблема. Кім проблема? Мен. Өз. Машалла. Бүгін Сәбит Мұхамеджан. Бүгін фри әңгіме. Фри әңгіме. Картошка фри. Сәбит Мұхамеджан ағайымыздың подкастында ведущий болып келдім. Сізге сұрақ қоямын деген қонақ болып сұрақ қоямыз. Ал Сәбит аға бастап беріңіз. Бисмилла деп сізден бастайық. Енді жалпы мына адам баласының эмоциялар бар ғой бізге. Бұлардың берілу мақсаты қандай? Сол эмоциялар әртүрлі бізде келеді. Мысалы, биологиялық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан денемізде белгілі реакциялар көрсетеді. Сол реакцияларды процесі қандай бір? Және бұл реакцияларды өзгерте аламыз ба? Жоқ, мысалы былай дейді. Ғашық болған жүрекке сөз өтпейді дейді. Бұл шын ба? Бұл эмоция, махаббат. Ол шықты. Шыққаннан кейін жас жігіт или жас қыз өзін жоғалтып алады. Миында каша болып кетеді, хаос болып кетеді. Не істерін білмей кетеді. Сол уақытта не істеген дұрыс? То есть ана қалай десек, түсінсе бұны, процестерін бәрін түсіне білсе, менше басқара білетін сияқты деп ойлаймын. Сондай ма? Негізінде мидың бағана құрылыммен қарайтын болсақ, мидың 3 деңгейлі эмоциялар болады. Ең бірінші, бағанағы біздің хайуани эмоциялар дейді. Ол біздің қорғанысқа бағытталған эмоция. Ол үрей, ашу и қорқыныш. Жалпы ми осы 3 эмоциядан қозғалады. Өмір осы 3 эмоциядан басталады. Көп адамда қазіргі дерт болып жатқан дүние осы 3 эмоциядан құтыламыз деген ой ғой. Өйткені тым артық болып кеткен. Қатты белсенді болып кеткен бұл эмоцияның адамның өміріндегі көрінісі. Енді бұл базовый эмоция болғаннан кейін бұны құтылуымыз, бұны дұрыс бағыттау керек. Әрқайсының өзінің бағыты бар. Мысалы үшін үрейді тоқтататын дүние. Құтылу қажет емес. Құтыла алмайсың. Өйткені ол адам мысалы үшін мынандай эксперименттер жүргізген, мысалы үшін тышқандарда бағанағы лоботомия жасап, миында қорқынышты миндалина бар ғой, амигдала дейді, соны үзіп тастаған кезде олар барып тышқанның аузына өздері секірген. Мысалы үшін адамның қорқынышы азайған сайын адамның да реакциясы сондай бола бастайды. Адам экстримге бара бастайды. Өлімнің ұяқ бұяғында жүреді ғой, айтады ғой. Өлетін бала молаға қалай жүгіреді дейді. Сол сияқты болады қорқыныш азайған кезде. Үрей азайған кезде адамның талпынысы тоқтап қалады. Адам алдыға қарай ұмтылмай қалады. Осы бүгінгі күнмен енді бағана қанағат етіп жүре береді. Оның жақсы жаманын енді біз қарастырмаймыз, қандай бір тараптан болсын, бірақ ол адамның талпынысы тоқтап қалады. Сонда ол андай бір күту режиміне түсіп кетеді. Өлімді күту режимі деп айтамыз біз ондай кезде. Адам күнін келесі күнге дейін ауыстырып, сөйтіп күтіп өмір сүріп жүреді. Ешқандай талпыныс жоқ, ешқандай бағыт-бағдар жоқ. Үшіншісі бағанағы ол адамдағы ашу. Ашу адамды алдыға қарай итермелейді. Ашу адамды бастаған нәрсесін соңына шейін жеткізеді. Ашуды алып тастайтын болса, адам жарты жолдан тастап кете береді барлық нәрсе. Бірінші кедергі кездескен кезде соны тастап кетеді, жарты жолдан тастап кетеді. Сол үшін бұл 3 базалық эмоциялардың барлығы адамның өмірінде қажетті эмоциялар, бұлар керек эмоциялар, бұларды просто дұрыс бағыттау керек. Яғни эмоция, сезім түбінде нейтралды. Нейтралды. Оны қалай бағыттайсың, қалай тәрбиелейсің соған қарай
соған қарай бағытталады. бағытталады. Адамда жаман деген вообще ми жақсы жаман категориясымен ойланбайды. Ми қауіпті қауіпсіз категориясымен ойланады. Мида жаман деген қасиет жоқ. Қандай да бір қасиетті өзіңіз айтатындай бізге дұрыс бағыттасаң, дұрыс адресін табатын болсаң, ондай болатын болса, ол бағанағыдай адамның өміріне пайдасын тигізіп шығады да, адамның өміріне пайдасын тигізетіндей формада бір әсерін тигізеді, бағана қорқынышта сияқты. Бірақ қазіргі біздің өміріміздегі дерт ол бізде управление төмендеп кеткеннен болып отыр. Адамдар просто тапсыра салды эмоцияларға өзінің өмірін. Ақыл өшті, эмоциялар басқарды. Сол заманда өмір сүріп жатқаннан кейін қазір адамдарда бағанағыдай үрейдің де, қорқыныштың да концентрациясы тым аса артып кеткен. Бұл неге бөлінбей ма? Мысалы, әйелдердікі, еркектердікі, мысалы, еркектердікі көбірек рационалды, логикалық. Иә. Әйелдер де эмоционалды. Теперь жезі көпшілік эмоционалды болып кеткен ба? Сондай айтты ма? Иә, қараңыз, адамда бұл енді бұл базовый нелер ғой. Бұл барлық адамда, барлық хайуанда бар эмоциялардың категориясы, үшеуі де. Енді ер адамдарда көбінесе ашу болады. Неге? Өйткені тестостерон болады. Ер адамды оятатын тестостерон болады. Тестостерон таңда бөлінген кезде, ұйқыдан тұрған кезде ер адам шығып, біздің ата-бабаларымыз сияқты соны сыртқа шығып ояту керек денені. Оятпайтын болса, ұзақ уақыт тұрып қалатын болса, ол стресс. Мида сигнал келеді. Мына стрессті подавлять ету керек, басу керек дейді. Сөйтіп кортизол бөлінеді. Кортизол деген ол стрессті, ұзақ стрессті подавлять ететін гормон. Сөйтіп кортизол шығады да тестостеронды басады. Сөйтіп ер адам басылады. Ол уақытқа примерно бір оянғаннан кейін 1 сағат жеткілікті бұл процестің барлығының болып шығуына. 1 сағаттың ішінде ер адам далаға шығып кетіп үлгерсе, онда бүгінгі күні тестостероны болады. Үлгермесе, бүгінгі күн кортизолны болады деген сияқты ғой. Төбелес та? Иә. Шығып кету керек ер адам далаға, бағана дәретін далада алу керек деген сияқты. Бұрын аталарымыз сөйтетін еді ғой. Ер кісінің азығы? Иә. Жолда дейді. Жолда дейді. Иә. Әйел ханымдарда мысалы үшін бұл наоборот жұмыс жасайды. Оларда өйткені окситоцин бөлінеді. Оларға наоборот қорған керек. Таңда тұрған кезде оларға безопасность керек, қауіпсіздік керек. Сол үшін олар ұйқыдан тұрғаннан кейін бала шағасына қарау керек, күйеуіне қарау керек, айналасына қарау керек болған кезде енді забота емес, просто бар екеніне, қорғанда екеніне бағанағыдай не істеу керек та, күмәнін алып тастау керек та, жалғызбын деген күмәнді алып тастау керек. Сол кезде окситоцин бөлінеді, содан кейін барып, тоже 1 сағаттан кейін уже ханымдар сыртқа шыға берсе болады. Сол үшін біз айтамыз, таңда ер адам далада жүру керек, әйел адам үйде отыру керек деп. Бірақ ол таңғы уақытта. Одан кейін ары қарай сен өзің білесің. Өйстіп бөлінеді біздің гормональный системамыз, біздің миымыздың нервный системасы сөйтіп бөлінеді. Ми андай ғой, ми күтпейді ешқашан адамды. Ми шаршайды деген нәрсе бар ма? Ми әрекетсіздіктен шаршайды. Әрекеттен ми ешқашан шаршамайды. Мидың өзінің құрылысы сондай, ол жүк көтергенді жақсы көреді, ол қозғалғанды жақсы көреді. Өйткені бізде мына срединная поясная кора деген бар маңдайшада. Адам қиналған сайын ол дами береді. Енді бұл ер адамдарға көбінесе айтылады. Енді мысалы бүйтсекші, мысалы ми мынаған ұқсайды. Мысалы ми Феррариге ұқсайды, или 10 Феррариге ұқсайды. Оны ұқсата аламыз бір нәрсеге. Мысалы ми мынандай, қолданысы мынандай дей аламыз ба? Сіздің ойыңызша қазір қалай болды, қалыптасты? Менің ойымша ми деген бір не ғой, коробка ғой, біздің ағзамызды полностью контрольда ұстап тұратын, бірақ басқармайды да, ол контрольда ұстап тұрады. Оның ішінде басқару механизмдері көп та ағзада, мысалы үшін шек өз-өзін басқарады. Бірақ мимен ол преемственностьте жұмыс жасайды. Мимен қарым-қатынас, тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Ағзаның департаменттері деп айтсақ болады. Жүрек ол өз бөлек өмір сүреді да, мысалы үшін. Бірақ ол мимен тығыз қарым-қатынаста болады да. Екеуі бір-бірімен бағанағыдай связьде отырады. Бірақ екеуі бір-біріне тікелей бағынбайды. Ми бүйтіп айтты екен деп жүрек өзгеріп кетпейді деген, жүректің соғысы өзгеріп кетпейді деген сияқты. Өйткені жүрек автономды жұмыс жасайды. Көз мысалы үшін автономды жұмыс жасайды. Ол жаза береді барлық нәрсені. Ол қарай береді, қимылдай береді деген сияқты. Вот. Сол сияқты миды мен бір көлікке бір нәрсеге тең емес едім, мен миды бір государствоға теңестірдім. Біздің жалпы елге теңейтін едім біздің ағзамызда. Любой елге. Қытай, Индия, Уганда десең. Любой елге теңейтін едім да миды. Өйткені біздің сол правительство, сенат, мәжіліс, халық, бағана муниципальный орган, квази-государственный органдар барлығы бар да біздің ағзамызда. Біздің жасушамыздың өзінің жұмысы. Елдің ішінде неше халық бар? Нейрондарды алатын болсақ? Ой, триллион ғой. Машина.
триллион ғой, олардың саны сондай. Жасушалардың саны сондай триллионға жетеді. Нейрондарды алатын болсаң, ол да жасушалар ғой. Олардың саны тоже триллионның ұяқпағанда, оны былай санай алмайсың, өте көп. Айтады ғой, адамның нерв жүйесін алып толықтай. Шымкент болып тұр ғой, значит, десең. Иә, Шымкенттің ұяқпағы. Облысты қосқан кезде. Ми өзі сондай өте үлкен, өте ауқымды. Просто бізде қазір проблема неде? Миды біз ағза ретінде қарастырмай қойдық. Миды көбінесе бір құдіретті, бір құдай ретінде қарастырдық. Өз бетімен шешім қабылдайтын бір құдіреті бар, сондай бір жүйе ретінде қалыптасып кетті да. Ол енді бағана оған себеп болған дүниелер көп қой. Ол мына бұлшық ет секілді. Ол орган, кәдімгі орган. То есть оны дамыта аласың, күшейте аласың, басқара аласың, қолдана аласың. Онда немен басқарамыз? Мысалы, ми басқармасы немен басқарып отырмыз? Әрекетпен. Өйткені мидың Б нүктесі ол әрекет қой. Ми тек қана әрекеттерді ғана жазады. Реакцияда әрекет. Ми қайталанған әрекеттерді өзіне жазады. Мысалы үшін, бір нәрсе істейік дейді. Мысалы үшін, шайды мысалы үшін оң қолмен іштік дейді. Бұны бірінші ішкен кезде күйіп қалды тіл. Так. Бірінші бұл қауіпті болды ми үшін. Енді екінші рет бұл не істейді? Суытып ішуге тырысады. Суытып ішкеннен кейін ми жазады. Суыған шай қауіпсіз екен дейді. Сөйтіп ол жазылады. Мысалы үшін мен ойымда отыратын болсам, қазір мангоның жасылы тәтті емес, сарысы тәтті дейтін болсам, ми ол нәрсені жазбайды. Өйткені факт жоқ. Ол нәрсені қабылдай алмайды дейді. Біреу айтты екен деп, интернеттен оқыдым екен деп, оны 100% бүйтіп жазып қоя салмайды. Но галочка ретінде қойып қояды. Мүмкін болып қалатын шығар деп. Бірақ апарсаң міндетті түрде дәмін көреді. Содан кейін барып қайтадан анау дуриянның мәселесі бар ғой, дуриянды адам бәрібір көреді, білет сасық екен. Барлығы. Бірақ бәрібір барып жеп көреді адамдар. Неге? Өйткені ми өзі сезім артпайынша, өзі бағанағыдай бүкіл біздің қабылдау жүйелеріміз бар ғой, сезім жүйелеріміздің барлығы соған сіңіспейінше, дәмін көрмейінше, көзбен көрмейінше, қолмен ұстап көрмейінше, ол нәрсені әдет ретінде жазу өте қиын. Сол үшін де сіздің беретін практикаңыз бар ғой, фрирайтинг деген. Мысалы үшін Сәбит ағаның бізге үйреткен өте керемет практикасы бар. Фрирайтинг өте көп адамдарға осыны бағанағыдай рекомендация беремін да. Өйткені кейде бөлісетін адам болмай қалады, ол ішіңдегі эмоцияны шығаратын адам болмай қалады. Қашан қой? Досыңа звондап жүресің мысалы үшін. Сол кезде керемет дүние да мысалы үшін. Қағазға түсіресің да. Сол кезде де мида үрей кетеді. Өйткені ол да әрекет. Ол жинай береді. Ол жинай береді. Ол жинай береді. Ми ойға салынса адам жеңіледі. Ойдың ішінде қалып кететін болса, адам 100% жеңіледі. Адам оны сразу сыртқа шығаруға тырысу керек. Сөзбен болсын, әрекетпен болсын, қағазға жазумен болсын. Клин. Оны сол жерде стамау қажет. Уақытылы жіберу керек. Мысалы қазір жаңағы басталған темадан алатын болсақ, іште тұр бұл сезім. Оны я жазу керек, қызға хат жазсын. Немесе гитарасымен өлең айтсын. Немесе сыртқа шығып бақырсын. Шығарып тастайды. Или барып грушаны ұрсын. Грушаны ұрсын. Қараңыз, бұған дәлел бар. Мысалы, бұны жасаған кезде ми айтады, вопрос решен. Прожито. Мәселе шешілді. Галочка қойылды. Мысалы үшін бұған дәлел бар. Хайуандардың әлемінде, мысалы үшін газельді алайық. Или там зебраны алайық. Олар жыртқыштар бар ғой. Олар жыртқыштар, әрдайым олар жыртқыштардан сақтанып жүру керек. Дегенде артынан бір арыстан жүгірген газель орнынан тұрады да қашады ғой. Сол сәтте. Егер құтылып үлгерсе, ода травма сақталады бойында, денесінде. Құтылып үлгерсе, ол өлейін деп қалды ғой, дәл қазір өлімнің аузынан шыққан газель ғой. Сол үшін ода травма сақталады. Бірақ Аллах сондай қылып жасаған оны, ол алады да жерге жатады да дірілдейді. Мына бүкіл тревога, қорқыныштың барлығын шығарып тастайды. 1 минуттай дірілдеп жатады қашып болғаннан кейін. Содан кейін тұрады да ары қарай шөбін жеп, дым болмағандай өмірін сүріп жүре береді. Адамға да негізгі қажет дүние осы. Бізде Б нүктесіне жете алмай қаламыз да әр эмоцияның. То есть ол асқынып келеді да и қалып кетеді іште. Ой жүйесінде қалып кетеді да, шықпай қалады. Иә, соны шығарып тастайтын болса адам, енді ол жерде мысалы үшін ақылық мәселесі. Жақсы көремін деу керек қой. Иә, ақылық мәселесі бар, енді шығарудың да жолдары бар да, өзіңіз айтқандай. Бет алды былай айқайлай беруге болмайды, барлық нәрсені шығару жолдары бар да. Сол жолдарын біліп алу керек та. Вот сол жолдарын сіз айтсаңыз. Өйткені қараңыздар, Сәбит ағамыз, бұл кісі психология маманы. Менде вообще қарым-қатынасқа қатысты сұрақпен келген адамның барлығы прямой дорога Сәбит ағаға кетеді. Неге? Өйткені жалпы қарым-қатынаста өте көп үйренген дүние мен сізден үйрендім. Осы қарым-қатынас жалпы адамдармен қарым-қатынас қой.
не только ер әйелдім, жалпы адамдармен қарым қатынас құруда, Дұрыс, ақлақ дұрыс. мәселесінде, сөйлесу мәселесінде мен сізден үйрендім. Сондықтан эмоцияларды бағыттау, вот оны сіз мықтырақ айтасыз. Соны сіз айтып берсеңіз. Қай эмоцияны қалай бағыттаймыз? Әр эмоцияның жалпы мақсаты бар. Дұрыс оқи білсең, онда бұл бір нығмет. Оқи алмасаң, онда нықмет дейді бұны. Эмоция ол биологиялық, денелік сигнал. Енді сигнал білуімше 3 секундтан 12 минутқа дейін жалғасады екен. Ең ұзағы 12 минут, ең қысқасы 3 секунд. 2 секунд, 3 секунд. Биологиялық. Мысалы, қорқынышты бір итті көрсең, дене үрейленеді, қорқу шығады. Енді 3 секунд немесе 12 минутқа дейін ол жалғасады. Физикалық жаңағы. Қол аяқтың дірілдеуі, тұрып қалуы да. 12 минуттан астыртатын 30 минут, 60 минут, 100 минут, 200 минут қылатын нәрсе сол сезімге берген ой. Машалла. Сол биологиялық реакцияға қосымша мен ой берем. Мысалы, итпен айналысып жүрген адам, оның сол биологиялық сезімге берген ойы бөлек, менің ойым бөлек. Мысалы, итпен ешқашан жұмыс істемеген, немесе итпен көп қарым-қатынас болмаған адам, мен жаңа кинодан, анадан көріп алған нәрселермен дәл бұны қалай десем, асқындырамын, оймен. Асқындырамын да оймен. Қазір бұл мені тістейді. Қапқаннан кейін анау болады, мынау болады. В общем, бұл жерім қанайды, кейін іріңдейді. В общем, мен аламын да бұны асқындыра беремін. Сөйтіп, ми бұны үлкейте береді. Шынайы сондай болды дейді да. Сонымен өз-өзінен десіп қойып бір өзін шектеп тастайды. Сол үшін сезімнің өзі емес, сезімге берілген мағына маңызды. Парашюттан секіру біреуге үрей, біреу үшін ол профессия. Қызығушылық, профессия. Сол секілді жаңағы төбелес, UFC. Біреу үшін кәдімгідей оландай қауіп та. Біреу шығады, адреналин алады ол жерден. Ең сол секілді бұл сезімдердің мағынасы бар, сезімдердің жаңа бағыты бар. Сезімдерді дұрыс түсіне білсең, әр мысалы қорқу бар. Мысалы, қорқуның 3 себебі бар. Социалдық, жақын кісілердің және өзімдік. Мысалы, мен кішкентай жасымда ағаштан құладым. Биіктіктен қорқым. Екінші, әскерден қорқам. Ағам барып келді әскерге. Сол әскер жайлайды береді. Үшінші, қоғамдық бір қорқуларымыз бар. Немесе мен иттен қорқам. Ата-анам иттен қорқады. Бірақ қоғам болып қасқырдан қорқамыз да. Қасқыр қалада жүрмейді. Кездеспесек. Қасқырдан қорқамыз да. Ата-бабалардан келатқан. Енді бәлкім сол қорқуның шыққан тегінде түсінсек, бір, және қорқу сезім ғана алатын болсақ, қорқу сезімінің деструктивті жағы бар, конструктивті жағы бар. Деструктивті ол адамды бұзады, сындырады, разрушающий. Конструктивті ол адам дамытушы. Мысалыға, менде ертең бір лекциям бар деп айтайын. Конструктивті қорқу маған айтады, сәбит, ертең қателік болмас үшін бүгін дайындал бол. Тексті қара, кітапты оқы, есіңе алып ал ана нәрселерді. Керек нәрселерді бүйтіп түртіп ал. Деструктивті не істейді? Көп оқы, ертең қадалып қаласың. Енді мен сахнаға шығам, деструктивті болсын. Оқыдым, действительно, 1-2 апта оқыдым. Мынаға бір бәле жабысады, сөйлей алмай қалам да. Өйткені деструктивті мені сындырады, ол разрушает. Конструктивті болады болса, дайындықпен ол маған қателікті жасамауды үйретеді. Сол секілді шыққан себебі қаяқтан келе жатыр? Қоғамдікі ма, ата-анамдікі ма, жақын достарымдікі ма, жеке өзімдікі ма? Тағы да ары баратын болсаң, конструктивті болып жатыр ма, деструктивті болып жатыр ма? Бұл егер бұзып жатқан болса, демек бұл келешекте болатын затты білмеймін ғой. Демек бұл маған, бұл оқиға, бұл нәрсе маған таныс. Демек кезінде картоп жарған. Сол ми
жаңағы нәрсені қайтадан не дейді ана қайталайды да маған айтады, өткен жолы қалай картоп жардың, қазір шыққаннан кейін сондай картоп жаруың мүмкін дейді. Соны жаңағы көпірте береді. Қорқытады, үрейлендіреді. Осы жерде сұрақ, адамда жалпы вот сезімдер бар, түбегейлі махаббат деген сияқты, бақыт деген сияқты, и эмоциялар бар. Сол сезімдердің шығу жүйесі бар. Мысалы үшін махаббат барлығында бірдей шықпайды ғой. Біреу мысалы үшін физически шығаратын болса, біреу махаббатты мысалы үшін сөзбен шығарады, біреу мысалы үшін ұрсып шығарады. Енді көрген махаббатына қарай ол сол махаббатты береді деп айтайық. Осы жерде сұрақ сізге, махаббат пен сезімдердің айырмашылығы неде? Ойбай, махаббат пен сезімдер деп, сезімдер мен эмоциялардың айырмашылығы. Бұл жерде терминдік бір мағыналар болуы мүмкін. Кейбір нәрселерде эмоция дейміз, кейбір нәрселерде сезім дейміз. Сезіну бар, сезу бар. Мысалыға махаббат сезімі бұл іштен шыққан бір қуаныш. То есть қуаныштың сыртқа көрінісі бар махаббат. Қорқуның бұл негізгі эмоция, сезім, сол қорқу шыққан кезде үрей болуы, немесе дененің дірілдеуі. Бұлар сол сезімнің синонимдері деуге болады. Эмоцияның бас, мысалы, қорқу сөздің тағы да синонимдері бар дейік. Үрейлену, қашу, тырысып қалу. Бұл түбінде қандай сезім? Қорқу сезімі. Эмоциясы. Сонда бір қатты айырмашылық жоқ, бірақ өзінің мағынасы бар деуге болады. Енді мына махаббатты алатын болсақ, махаббат адамға берілген үлкен бір ғанибет, үлкен бір сый да. Енді бұл махаббат объемы дейді, капаситі өте үлкен. Бірақ адам бұны біреу үшін арнау мүмкін махаббатты. Бұл махаббатты өз үшін арнау мүмкін. Бұл махаббатты қоғам үшін арнау мүмкін. Немесе бұл махаббатты Құдай үшін арнау мүмкін. Бір сезім, бірақ қай жерде қолданғанына байланысты ол мағына алады. Мысалға, мына сағат. Мына сағаттың құны $200. Жалпы материалдық құны $200. Бірақ бұл сағатты сізге Стив Джобс берсе, бұл $200 болады, $200,000 болады. Демек, сағаттың өзі құнды емес. Сағатқа берілген мағына құнды. Енді сол секілді сезімнің өзі де кейбір кезде құнды бола бермейді. Ол сезімге берілген мағына құнды болады. Адамзатқа махаббат. Ол адамның калибріне байланысты. Мысалы, калибр мынандай, адамның калибрі тек қана мен, өзімдікі, маған дейтін болса. Калибр деген ол мысы ма? Кеңшілігі ма адамның? Кең болуы да. Калибр. Мысалы, мен дейтін болса, онда бұның несі тарды? Калибр тар. Өзімен шектеледі. Мысалы, адамдарды жақсы көреді, адамдардың қабілет, қасиеттері үшін емес, өзіне пайдасы тиген үшін. Ол енді адамдарды бір инструмент ретінде көреді, өзіне қарай қолданғысы келеді. Калибр төмен. Екінші сәл жоғарырақ. Адамдарды жақсы көреді. То есть, оны жақсы көрген үшін емес, жалпы адам болған үшін, адамзат болған үшін жақсы көреді. Немесе Құдайдың жаратылысы деп жақсы көру. Ол жаңағы бір сезім, бірақ сезімнің қай қолда жүргені маңызды. Енді кімге берілген бұл сезім да? Кімнің қолында, қалай түсіндірсек болады? Бір антиквариатты түсінетін адам мен түсінбейтін адам. Бір антиквариатпен айналысып жүрген музейде отыратын адам үшін белгілі заттар өте құнды. Өйткені біледі. Кейбір кезде картина, күшті бір картина көресің ғой, не істеп тұр да? Мысалы, Мона Лизаны көресің, немен жылап тұр дейсің да? Не ұнамай тұр дейсің да? Сенің көзінде просто тұр да ол. Бірақ суретшінің көзінде ол бөлек та ол.
штрихтерді көреді, аны көреді, краскасын көреді. То есть ол жердегі терең мағына, терең басқа нәрселерді көреді. Сол ұқсаған жалпы адамға жай бір сезім деуге болады, немесе кең бір потенциал деуге болады деген ойдамыз. Енді бұны Абекем жаным менің, бұны биологиялық тұрғыдан не дейміз? Яғни физикалық тұрғыдан қалай болады? Мысалы, махаббат шықты. Көбінесе бұл сезімдер көкіректе, іште, тамақта болады. Алғашқы. Кейін аяқтан ұрады, қолдан ұрады, кейбір кезде құлақтан ұрады, құлақ қызарады, бас қызарады. Жалпы дене өз бетімен реакция көрсете бастайды. Сол уақытта бұл сезім шықты, қорқу болсын, махаббат болсын, қуаныш болсын, ұят болсын деген дейді. Сол уақытта бұны не істей аламыз? Не істейміз бұл уақытта? Бағыттаймыз. Енді бізде мысалы үшін қараңыз, биологиялық тұрғыда бағана өзіңіз айтқандай, бізде сезім бөлінеді. Жалпы адамның денесінде сезім деген нәрсе ол бірінші этаптағы сезім болып бөлінеді, одан кейін екінші этаптағы сезім бөлінеді, одан кейін үшінші этаптағы сезім формасына бөлінеді. Мысалы, бірінші этаптағы сезім ол реакция деп аталады. Адамның дәл қазір болып жатқан событияға ми қосылмай тұрып беретін, тез беретін, миллисекундының ішінде дененің ойланбастан. Ақыл қосылмайды ол жерде. Неше уақыт болады бұл? Миллисекунды, сразу 1 секунд, 2 секундтың ішінде сразу реакция. Бұл жазылған дүние. Бұл бірінші қадам. Бұл жерде ару, бағанағы қорқу, үрей деген нәрселер. Бақырып жібересің мысалы, ит шықса. Сразу секіреді. Или мысалы машина келе жатқан кезде сен байқап үлгермейсің, бірақ дене уже кетіп қалады. Дене уже әрекетін жасап қояды да өзінің мысалы. Бұл реакциялар. Одан кейін екінші деңгейдегі ол бағанағы уже адамның ақылы қосылған кезде болатын нәрсе. Қуаныш үшін біз оны не үшін қымбат эмоция деп айтамыз қуанышты? Өйткені қуаныш үшін ақыл болу керек. Адам ақылсыз қуана алмайды. Ақыл болмайтын болса, адам өзімен өзі отырып далада қуана алмайды да. То есть қуану үшін мынау андай шай екен ғой, тәтті екен ғой деген сияқты бір сипат беру керек, сол кезде қуаныш оянады да. Ақыл жоқ жерде адам қуанбайды. Ақыл қай жерде жоқ болады? Адам болашақпен өткен шақта жүре беретін болса, ол жерде адамда ақыл қосылмайды да. Адамның ақыл басқа жерде. Оның дәл қазіргі сәтте өзінің болмысы тұрған жерде оның ойы жоқ. Фокусы жоқ. Содан кейін адам ұшып жүреді. Содан кейін көп адамның қазіргі дерті неде? Олар айтады, мен қуанбай қалдым дейді. Мысалы үшін депрессияның ең бірінші қадамы қандай? Қуанбай қалды. Одан кейін екінші қадамы қандай? Таңғалмай қалды. Адам ешнәрсеге таңғалмай қалады. Бұл таңғалмай қалды деген симптом естідік па, автоматически уже психиатрия керек яқты. Салам алейкум. То есть яқта уже болды, адамды өшті деген сөз ол. То есть ақыл өзінің орнында тұрған жоқ деген сөз. Ол жерде адамға көмек керек сырттан. Одан кейін үшінші деңгей бар. Ол міне осы біздің жүректің қосылған кезде. Ол жерде уже сіздің айтып жатқан бағанағы мағыналар қосылған кезде. Ол не просто мынау тәтті, бұл тәтті өйткені бұны маған Аллах берді деген кезде адамда уже кеңшілік пайда болады. Міне осы жерде махаббат ашылады. Мысалы үшін осы жерде уже адамның қабылдау процесі ұзарады. Мысалы үшін адаммен қарым-қатынасқа кірген кезде де сол ең бірінші сенде реакция болады, возбуждение. Одан кейін ғашықтық пайда болады. Ғашықтық адамда қашан пайда болады? Имам Ғазали рахмахулла айтқандай, адамда ғашықтық өзіңде жоқ дүниені біреуде көрген кезде ғашықтық пайда болады. Сол өзі көресің, ана жерлерінде мына жерлерінде көрдің, ғашық болдың, бірақ ол да мимолетный процесс. Одан кейін енді оның саған ұнамайтын жүйелерін қабылдай алу бізде махаббат деп аталады. Ол же деңгейлері да. Сол үшін барлық жерде ең бастысы адамның өзінің болуы және уақыттың өтуі. Биологиялық тұрғыда біз әрдайым барлық нәрсені уақытпен есептейміз. Мысалы үшін горе болды ма, адамның гореден бір күнде, 2 күнде шығып кетуі дене үшін нереальный процесс. Ол деген блокировка деген. Қайғы. Ол қайғы. Қайғыны егер шығарып тастамаса адам, все нормально дейтін болса, ертең бір жылдан кейін психика кетеді да ол. Уақыт керек. Любой процессте, мысалы үшін расставанияда, разводта болсын, тағы бір нәрседе болсын, уақыт керек ол нәрсені адам бағанағыдай үшінші деңгейге шығару үшін, мағына беру үшін, түсіну үшін. Сразу түсінуге енді ол бір әулие адамдар аяғасы бола қоймайды. Болу мүмкін, сондай адамдар бар шығар ерекше, бірақ енді біз общий қоғамның несімен сөйлейтін болсақ, статистический нормамен сөйлейтін болсақ, ол өте сирек кездесетін дүние да. Сол үшін барлық адамдарға біз айтамыз, событие болды ма, уақыт беріңдер өздеріңе деп. Уақыт беріңдер, бірақ ол уақытты жеке өздерің өткізбеңдер, психологпен өткізіңдер, ұстазбен өткізіңдер. Енді жеке өзіңмен қалып кететін болсаң, одан сайын ойларда батып кетесің. Иә. Просто қалып кетпе ол уақыттың ішінде.
терапияға мысалы үшін адамдардың көзқарасын біз өзгертуге тырысамыз. Терапияны біз адамдар ойлайды, 2 терапия 3 сеанста өзгеріп кетемін деп ойлайды да. Сен 30 жыл бойы қалыптастырған әдетті 2 сеанспен өзгертетін болсаң, машалла ғой. Ондай дүние мүмкін болатын болса, біз миллиардар болып кететін едік қой бір. Вот. Ал терапияға да уақыт керек та, сол үшін. 30 жыл бойы қалыптасқан бір нәрсені оны түсіну бар. Оған келісу бар. Оны қабылдау бар. Қабылдағаннан кейін одан құтылу бар. Оны құтылып болғаннан кейін жаңа өмір сүріп үйрену бар. Оның барлығына уақыт керек. Біз осы жолдың барлығында мысалы үшін айтамыз, кем дегенде 1 жыл терапевтпен болу керек деп айтамыз. Мен мысалы үшін өзім психотерапиямен айналыспаймын. Ұзақ емес па? Ол қанша ол? 1 жылдың ішінде ол не деген сөз? 1 жыл деген аптасына 1 рет, 2 аптада 1 рет, айына 1 рет терапевтпен хабарласып отыру керек адам. Мысалы үшін даже өзі қалып қалмау керек, өзі қалып қалмау керек. Даже мысалы үшін денедегі өзгерістер біз дәрігер ретінде біз білеміз, адам денеде бір ауру пайда болатын болса, тем более хронизация болып кететін болса, 1 жылдан көп болатын болса ол ауру, ол 1 аптаның ішінде емделмейді точно. 1 аптаның ішінде стационарный деңгейде біз оны купировать ете аламыз, ұйықтата аламыз, ол больді. Бірақ емделіп кету үшін, мысалы үшін бауырдың өзінің қалпына келу үшін уақыт керек. 1 жылдай уақыт керек. Мысалы үшін гепатоз дейді қазір. Артық тамақтан бауырдың майлануы. Гепатозды емдеу үшін адамға 1 жылдай уақыт керек шамамен. Жарты жыл мен 1 жылдың уақыты. Сол аралықта егер ол бауырды дұрыс құнарлы тамақтармен қамтамасыз етіп отыратын болса, онда 1 жылдан кейін олда гепатоз болмайды. Бірақ біз не істейміз? Біз 2 айда ішеміз, 3-ші айдан бастап қайтадан бұрынғы тамақтарды жей бастаймыз, сол үшін гепатоз жайлап хронизацияға кетеді. Хроникалық ауру болады. То есть ол уже емделмейтін деңгейге жетеді. Ба? Психикалық аурулар да сол. Хроникаға кетіп қалу себебі не дожимаем. Сопротивление төмен. Бересіз? Сопротивление төмен дейсіз бе? Опа. Шыдамдылық төмен да, шыдап бере алмаймыз да, 1 жыл, 2 жылда. Мен сол үшін даже айтамын, массаждың өзіне адамға 1 жыл керек кем дегенде өзгергің келетін болса. Өйткені сенің сүйегің қалыптасып қойған дүниеде, сенің сүйегің өзгеріп кеткен уже процесте, сен мақұл сүйегіңді өзгертіп қойып бересің ғой. Сол үшін менде өзім біз айналысқан, мен 10 жылдық стажым бар да неде, мануальный терапияда. Менде өте ұзақ уақыт бізде массажный центр болған, үлкен, сол жерде 50 адам жұмыс жасаған, сол жерде біз білеміз бір нәрсені. Адамға денесін қойып бересің ғой. Идеально реттеп бересің. Шыққаннан кейін, 1 аптадан кейін ми бұрынғы денені қалыптастырып алады. Ми үшін жаңа дене стресс. Өйткені уже записанный программа бар. Дене қалыптасты, ми болған дайын емес. Дайын емес. Сөйтіп алады да қайтадан миға сындырып тастайды. Неге ұқсайды ғой? Мысалы, кейбір кезде қымбат бір зат сатып аласың ғой. Иә. Сонымен кигің келеді, бірақ ұят екен бір түрлі. Иә, бір түрлі екен. Сол сияқты ма? Иә, сол сияқты. То есть миды қалыптастыру керек. Өзіңіз айтып жатқандай, бағанағыдай миға уақыт керек та. Оған мағына беру үшін, оны ұстап тұру үшін. И вот сол уақытта біз бұл норма. Абсолютно норма. То есть ол норма. Шамасы бұл жарты жыл. Жарты жыл, 1 жыл. Жарты жыл, 1 жыл дейсіз. Иә. Енді ол бүгінгі күнге дейін зерттелген бір статистикалық норма деп айтсақ болады. Психотерапиядан адамдар, или болмасын физиологиялық терапия болсын, мысалы үшін спорттан болсын, қандай жерде болсын, адам бір Б нүктесіне жетіп, шынайы өзгеріс көру үшін адамға 1 жыл керек. Енді біз пациенттерге айтамыз, 1 жыл деген кезде адамдардың көзі шығып кетеді, қорқып ше қалай. Иә, өйткені бізде қазір проблема неде? Ол біздің нарықта ғана емес, Америкадан басталған дүние. Бұл 2 күннің ішінде, 3 күннің ішінде саған проблемаңды шешіп беремін деген керемет лозунгтар кетті да. Маркетинговый лозунгтар кетті да. Ол тек қана психология саласында емес, барлық салада сол ғой. Бір айда байисың. Былай десек те болады, мысалы, ақыл тұрғысынан шешеміз. Иә. 1-2 күннің ішінде шештік. Бірақ эмоционалдық тұрғыдан подгон жасау керек. Рухани тұрғыдан, физикалық тұрғыдан бәрін бүйтіп сәйкестендіру керек. Бұл уақыт алады. Намазды бастап кетудің өзі сәт қой. Бірақ намазға үйренісіну, мойынсыну, тастау жаман әдеттерді. Сөйтіп толықтай адам өзін бағанағыдай намазхан ретінде сезінуге уақыт керек қой. Біз не үшін мысалы үшін намазға келеді, адам 2 күннен кейін оған сразу автоматически минустарын айта бастаймыз. Енді біз білмеуімізді мүмкін, бәлкім ол кеше келген. Нападать етіп, оның бетін қайтарып жүреміз да. Оған тастап кету қайда жеңілірек қазір ары қарай жалғастырып кетуге қарағанда. Өйткені оның өмірінің көпшілігі тәжірибесінде. Ол намазсыз өткен адам.
түсіндіре алдым ба? Сол сияқты үйреншікті адамға емес. үйреншікті емес. Вот любой дүниенің адам бойына үйреншікті болу үшін бізге керек екі нәрсе: уақыт. Енді қараңыз, мысалыға әдет дейміз ғой. Әдет қалыптастыру. Мысалы бізде қазір мынандай болып жатыр, достарымызбен мынандай бір WhatsApp-та бір группа ашылды. Сол WhatsApp группасында біз мынандай болып қойдық: таңғы 4-тен таңғы 10-ға дейін уақыт бар, кешкі 6-дан 10-ға дейін бір уақыт бар. Сол уақыт аралығында 30 реттен отжимать жасайсың. Оны күнде жасайсың. Шаршап тұрсың ба, шаршамай тұрсың ба, в общем, интернетің бар ма, жоқ па, сол уақытта жасау керексің. Кешіктің ба, Штраф 5000 теңге. Енді бұл жерде ақшаның құндылығы емес, жалпы басқа факторлар ойнайды. Бірақ ұнап жатқан нәрсе, шамасы бір 2-3 ай болды, бұл әдет қалыптастырды. Енді группа болмаса да, әдет болып кеткеннен кейін өзің сыртта ма қайда жүрсең де жасап қоясыз. Да, жиман жүре бересіз. Енді бұл өте маңызды деп ойлаймын, именно әдеттердің қалыптасуы. Жалпы мынандай нәрсе оқыдым, көрдім. Адамда ертесі күннің, мысалы бүгінгі күннің, ертең арғы күні, мысалы бір апталық постоянно жасайтын, жиі жасайтын әдеттерім болса, мысалы таңертең 6-дан 9-ға дейін, 6-дан 9-ға дейін жүгірем. 10-дан 12-ге дейін бір уақыт аралығында кітап оқимын. 12-ден 3-ге дейін пәленше, 3-тен 6-ға дейін определен бір цикл қойдым. Енді осы циклдардың ішінде менде белгілі іс-әрекеттер бар. Енді менде бұлар белгілі болған сәтінде, онда ми демалады. Ми күн сайын жаңа план құрмайды. Так, бүгін не істейміз? Так, бүгін выживать етеміз демейді. Белгілі жаңа бағыты бар да. Мынау уақытта мынау, мынау уақытта мынау, мынау уақытта мынау. Бұл осындай әдеттерді қалыптастыру үшін, бұл күндік менің жоспарларым белгілі болу үшін не жасаған дұрыс? Бұл жерде адамды екі категорияға бөлу керек. Бірінші категорияға адамдағы сіздің айтып отқан дүниеңіз жақсы өтеді. Түсініктік, понимание. Алда ертең не болады, бір аптадан кейін не болады деген понимание адамдарға керек. Екінші категориядағы адамдар, оларда теменная кора белсенді адамдар бар, төбе жағы белсенді адамдар, олар творческий болады, эмпат болады. Ондай адамдарға түсініктік беретін болсаң, олар депрессияға түсіп кетеді. Табиғаты сондай олардың. Қалай? Ондай адамдарға новизна керек. Постоянно идея ашып отыру керек, ізденіп отыру керек та. Отжимание істеу керек, приседание істеу керек па? Біз ондай адамдарға мысалы үшін график керек, в любом случае, бірақ біз айтамыз, графикті уақытқа байлама деп айтамыз. Мысалы үшін сағат 8-ден 10-ға дейін деген нәрсе қатты қинайды оны. Еркіндік керек. Бүгін жасасаң болды, главное. Түнгі 2-де жасайсың, өзің білесің. Обедте жасайсың, өзің білесің. ЖК. Сондай ма? Сондай болу ықтималдығы бар. Или ондай емес пе? Есімде жоқ. Или кім бар? Мысалы үшін бір өсекте олық береді. Бір ғайбатқа кім жақсы келеді. Киматашы мысалы үшін. Киматашының миы сондай. Оған еркіндік керек. Пространство керек любой жерде. Травмасы бар десең? Травмасын білмейді екен, бірақ оған кеңістік керек та барлық жерде. Киматачи, травмаға кел. Біздің центрге кел. Мысалы үшін кейбір адамдар бар, олар өте системный болады. Оларға наоборот, бүгін жасасаң болды деген нәрсе тревога кіргізіп жібереді. Өйткені оларға уақыт керек. Адамға байланысты деп отырсыз. Адамға байланысты, адамның миының жұмыс жасауына байланысты. Өйткені бұл дүниеде адамдар бір-бірімен пазл ретінде қосылады да. Әр адамның миының белсенділігі әртүрлі болады. Мысалы үшін бағанағы творческий адамда системділіктің төмен болуы. Или системный адамда эмпатияның төмен болуы. Executive thinking сияқты болып тұр мына Галлаптағы. Сондай шығар. Сондай тұр ма? Галлап білмейді екен. Галлап қазіретлері. Вот, сол сияқты да, сол кезде адамдар бір-бірімен бірігеді. Мысалы үшін бізде Браверман тесті бар ғой, біз өзіміздің сізде тапсырған едіңіз ғой, есіңізде ма? Мидың несін көрсететін, қазіргі халін көрсететін тест бар. Бүгінгі күнге дейін 2,5 мың адам өтіпті содан. Ерхан мырзаның ба? Жоқ, менікі. Сіздікі? Sorry. 2,5 мың адам өтіпті. 2,5 мың адамның ішінде примерно бір 600-дей ол семейный паралар. Күйеу мен әйелдер. Осы күнге дейін 600 адамды, мен өзі жеке көзіммен көрген дүние, 600 адам күйеу мен әйел екеуі бір-біріне 100% қарама-қайшы болады милар.
Мгм. 100% қарама қайшы. Мынау творческий болатын болса, мынау 100% логик болады. Мынау намекпен сөйлейтін болса, мынау намек түсінбейтін болады, сондай. Екеуі бір-біріне бір андай, енді бұны рухани тұрғыда білмеймін, бірақ именно физиологиялық тұрғыда қарайтын болса, екеуі бір-біріне түсінбейді да, өмірінің барысында бір-бірін түсінуге тырысады. Төбелес, да? Төбелес болады, басында. А вот төбелес болмас үшін не істеу керек сонда? Ол сізге келу керек ол кезде. Сол үшін сізге жібереміз ғой. Шынымен ол жерде түсіністік керек. Адамдар енді көрпені өзіне тартады. То есть түсіністік дегеніміз не ол? Адамдар бір-бірін түсіну керек. Мысалы мынандай да, Табиғат. Түсіністік бізде қалай десем, ана заядлы болып кеткен да. Более не заядлый. Сөзбен ба? Не деу? Мына нәрсені түсіну керек. Адам, саған келген адамның өзінің плюстары бар, өзінің минустары бар екенін түсіну керек. Вот түсіністік деген нәрсе осы. Түсіністік таныту деген нәрсе, оның минустарына көңіл аудармауға тырысу, плюстарына көңіл аударуға тырысу. Вот осы мәселеде негізі адамдар бір-біріне үстіп қарайтын болса, енді не обязательно муж и жена, в целом даже партнерлардың өздері. Кейбір нәрсеге келіспеймін. Мысалы, біреулер болады бірдей, или всегда қайшыма бір-біріне. Мен бірдей адамдарды көрген жоқпын әлі. Сіздің тестте? Иә. Или жалпы ма? Жоқ, менің тестімде әлі милары бірдей адамды көрген жоқпын. Мүмкін бар шығар. Ерлі-зайыптылар арасында айтып отырсың. Ерлі-зайыптылардың арасында. Иә, ерлі-зайыптыларды айтып отырмын. Ал партнерлар бола береді, проблема жоқ. Просто мысалы үшін қараңыз, бір компанияда екі системный адам болатын болса, ол екеуінде масштабированияға шансы төмен болады. Қақтығыс бола ма? Қақтығыс болады, өйткені олар жылжымайды. Жарысып кете ма? Жарыспайды. Екеуінде миы қатты риск менеджментқа берілген, тәуекел ете алмайды. Шошынып отырады. И қасына бір жарты бас керек. Кет деп алып кететін адам керек. Түсінбейді. Оған бәрі қорықпайды. Ертең не болады? Бәрібір оған. Сондай адам керек. И сол бастап береді, мыналар реттеп жүреді. Жарты баста. Идеально. Ол парашют неден, самолеттен, вертолеттен секіреді. Сөйме түсіп баратқан кезде парашют керек еді дейтін адам ғой. Обязательно. Иә, сондай бір адам керек. Сол кезде компаниялар масштабироваться етеді, да, то есть көп нәрсе. Идеальный итальянский пиццерия құрастыруға болады. Масштабироваться етпейтін, кішкентай, бірақ 100 жыл жұмыс жасайтын компания, ол бағанағы екі системниктің қосылған кезде болатын дүниесі. Ол идеальный пиццерия болады. Антонио Бандерас тұр ма? Иә, идеально. Ол жерде бүкіл әлем келеді, бірақ олар семейні атасы баласына, немересіне былай беріп кете береді. Бірақ ол масштабироваться етпейді, өйткені масштабироваться етуге риск менеджмент керек, та? Риск менеджмент төмен болу керек адамда. Психопат болу керек, иә. Вообще пофиг болу керек. Трамп. Сол сияқты адам болу керек. Типа, да? Вот сондай адам керек. Или бізде кім бол? Бізде бүкіл масштабный адамдардың көбісі сондай адамдар ғой. Рискке жатып алған адамдар. Оны сіз жақсы білесіз ғой. Бірақ олар андай да, ол ин кетеді. Мысалы үшін қараңыз, сен білесің, мына бизнесті бастайтын болсаң, мынандай нәрсені істейтін болсаң, мынандай рисктер бар, түрмеге отыру мүмкінсің, $200 миллион қадалу мүмкінсің, андай мүмкінсің деген нәрсенің бәрін жұтып алған адам ол бастай ма бизнесті? Иә. Бізде осы неде ағамыз бар. Бірге жұмыс жасаймыз. Мысалы былай дейміз, аға біз тауға шығамыз. Айтсаң бәлеге кіресің. Так, тоқта, мына жақтан светофор бар. Анау бүйтеді, мынау сөйтеді, анақтан авария түсіп кетеміз, ана бүйтіп кетеміз, мына сөйтіп кетеміз. Тыңдасаң түнеріп кетесің да. Братан, сен көз ұжымда жүрбеш көрші. Бірақ өте нақты, тиянақты. Мынаны бүйтейік, сөйтейік. Бәрін реттеп жүреді. Керемет. Сондай бір адамдар сөйтіп бір-бірімен бірігеді. Имам Ғазали рахмехулла осыны айтады, ғашықтық деген нәрсе осы дейді. Өзіңде жоқ нәрсені сен тартасың дейді ана адамды. Көресің да, менде мына қасиет жоқ, мына қасиет жоқ, мына қасиет жоқ, сосын соны тартасың. Ғашықтық деген тек қана ер адам мен әйел адамның ортасында болмайды ғой. Тағы проектке ғашық болады адам, басқа біреудің жұмысына ғашық болады, тағы нәрсеге ғашық болу деген нәрсе ол адамның бағанағы өзіндегі жоқ қасиеттерді өзіне тартуға тырысу да. Керемет. Соған бірақ енді өзіндегі жоқ қасиеттерді соған тартуға тырысып бағанағыдай сонымен бірігу үшін ол бір нәрсені қабылдау керек. Ертіп отырайын ба? Ол нәрсе сенде жоқ болғаннан кейін саған ұнамайтын қасиеттер кемелденесің онақта. Содан ғой. Тарту себебім маған жетіспей жатқан нәрсені толтырсақ деген ой ғой. Толтырсақ деген ой, бірақ бір нәрсеге келісу керек. Демек мен кемелдікті іздеймін. Кемелдікті іздейміз. Бірақ бір нәрсеге келісу керек, ол адамның саған ұнамайтын қасиеттері көп болады да. Ол кешігуі мүмкін. Ол мысалы үшін билет алды кешігуі мүмкін. Сен системный болуы мүмкінсің да. И сен осы мәселесін қабылдайтын болсаң,
қабылдай алсаң қырыла бермей сол үшін. Біз байқайсыз ба, көбінесе адамдар болмайтын нәрсеге қырылады негізі. Мен өзім медиацияда жүрмін. Бір атмосферада. Көңіл бір атмосфера. Болмайтын нәрселерге қырылады да жүрді. Мысалы үшін бізде бір пример болған. Екі адам, кәсіпкер екеуі, партнерлар ғой. Сен маған брат деп жазбадың деген дүниеге қырылып қалғанда компанияны бөліп алған екеуі. Ханымдар мен мырзалар, бізде жаңа магний шықты. Бүгінгі күндегі білесіздер, магний адамға қандай әсерін тигізеді. Магний адамның нерв жүйесін тынышталдырады. Бұның негізгі мақсаты сол. Бұлшықетті тынышталдырады, асқазан, ішек жүйесін тынышталдырады. Бұның мақсаты барлық жерде напряжение тұрып тұрған нәрсені босату. Ой санада, денемізде, бойымызда болып жатқан, ішегімізде, ағзамызда болып жатқан бағанағы напряжениені шешуге көмектесетін әсері бар магний. Магний барлық адамға бүгінгі күнде қажет дүние. Бұл жерде 3 компонентті магний, малат, цитрат және бизглицинат формасындағы магний. Бұл біздің ағзамызға ішілген кезде бір таблеткасы бүкіл біздің ағзамызға әсерін тигізеді. Сондықтан высококонцентрированный, өте үлкен дозировкадағы, өте ағзаға пайдалы, миға, санаға, ойға, санаға емес, миға, денеге пайдалы магний ретінде мен сіздерге бұл нәрсені ұсынамын. 11 жылдан бері нарықта кері байланысы өте көп. Бүгінгі күнге дейін бұл уже мыңдаған адам бұл магнийді ішті. Бұл жаңа формадағы, жаңа өнім, бірақ ішіндегі магний 11 жылдан бері нарықта. Бұған нақты өзім сенім артып, осыны дәл қазір сіздерге ұсынып отырған жайым бар. Міндетті түрде тапсырыс беріңіздер. Мынандай нәрсе бар, қараңыз, әбекем. Қаншалықты бізде ажырасу болса, ерлі-зайыптың арасында, соншалықты бизнесте партнерлардың арасында ажырасу да сонша. Машалла. 52%. Сколько есть разводов, столько есть расходов. Үшін жалпы партнерство құру біздің жаңағы темада. Партнерство құру кәдімгідей үйлену секілді. Оған көңіл бөліну керек, назар аударылатын заттан. Ол жерде прям жұмыс жасалу керек қой екі тараптан да. Ол проект әр сезімдерді есепке алу керек, оларды есепке алу керек. Зеркальное орошение дейді. Ол жан-жақты қарау керек. И ортада тәуелсіз біреу отырып, бірақ ешбір пайда көздемейтін бір кісі орталарында жүру керек. Так, бауырым тоқтай тұр. Третье лицо. Сен остановись, baby деу керек та. Бұқар жау керек қой, короче. Енді сұрақ мен қойыншы. Бір сұрақ. Битік, қысқа. Мысалы, 20 мен 30 арасы, 30 бен 40, 40 бен 50 дейікші. Осы диапазондардың ішінде, осы периодтарда, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50. Жастар қол. Жас диапазонда қалаулар, сезімдер, ойлар қаншалықты өзгереді? Бүйтіп айта аламыз ба? Мынау жаста мынау приоритет, мынақта мынау биологиялық тұрғыдан, физиологиялық тұрғыдан, мынақта мынау. И осы периодтарда мыналарды күткен абзал. Дей аламыз ба? Жалпы бір сұрақ ретінде. Біз нәрсені айта аламыз. Нәрсені айта аламыз. Ми 27 жасқа шейін, 30 жасқа шейін қалыптасады. То есть адам жатырда пайда болған сәттен бастап, мынау жұлыннан бастап, ми мынау полностью толықтай маңдайшаға дейін қалыптасып, аяқталып болды. Біз тәмамдадық, адам ретінде қалыптастық деу үшін 27-30 жыл керек. Бұл зерттелген бір зат па? 27 жаста ең бағанағы лобная доля соңын аяқтайды қалыптасуды. Сол сәтке дейін мида максималды түрде пластичность болады, икемділік болады. Любой нәрсеге үйрене алады, тез үйренеді, құласа тез тұра алады. То есть қандай да бір қақтығысқа кіретін болса, проблемаға кіретін болса, яқтан шығу процесі тез болады, неге? Регенерация тез бола бастайды. 30 бен 35-тің аралығында осының стабилизациясы болады. Осы өзінің уже орында тұра бастайды болды. Енді осы жерде қалыптасқан әдеттердің барлығын ақтараттап, полностью соның барлығын шығарып, енді өмірге мен осындаймын деп шығара бастайды. 35 пен ары қарай адам бір 50 жасқа дейін осының барлығын шығарады сыртқа, 50-ден кейін увядание кетеді, адам уже артқа кете бастайды да, уже болды. Дүниеден озуға дайындала бастайды да, кәрілікке кете бастайды. Одан кейін қайтадан адам пәсенсіне бастайды. Бұл жерде биологиялық тұрғыда біз не айтамыз? 20 мен 30 жастың арасында. Ол қай жылғы зерттеулер? Қай жылғы зерттеулер дейсіз ба? Жылын білмейді екен, бірақ нейробиологиядағы бүгінгі күнге дейін мидың зерттеулерін ашып қарайтын болсақ, PubMedті ашып қарайтын болсақ, бүгінгі күнге дейін зерттеліп жатқан дүние осы.
биологиялық мидың. оған өзіңіз келісесіз бе? Мен ба? Иә, келісемін. 27 жасқа енді психиканы айтып жатқан жоқпыз, біз биологияны айтып отырмыз, то есть адамның психикасы дами беретін шығар ары қарай. Өйткені психикада ол жас жоқ қой. Психиканы мысалы үшін сіз айтқандай там 15 жасқа шейін ани болады, одан кейін я болады, одан кейін ми болады, одан кейін он болады деген сияқты дүние бар ғой. Ол психика бөлек, ол дүние. Ол ақыл қосылған жер. Ол жерде уже адам 80 жаста да миы жүйрік болып жүре бере алады. Бірақ биологиялық тұрғыда қарайтын болсақ, мидың өзінің икемділігіне қарайтын болсақ, дененің икемділігіне қарайтын болсақ. Мен ойым ғой енді әбекем, сізге қарсы шығып жатқан жоқ жалпы. Бұл шектеп қоймай ма жалпы? Адамды ма? Иә. Мысалыға деймін да, там 50 жаста, 60 жаста қазір үлкен жетістікке жетіп жатқан кісілер бар. Иә. Мысалы кейбір жерлерде көресің, тыңдайсың. 65 жасында, 70 жасында, қазір мысалы Европада, Америкада мынандай болып жатыр. Жаңа мамандық үйреніп жатыр адамдар. То есть енді ішлей бір кіріп кетіп емес. Япония басқашалай. Иә. Сол енді бір бұны под вопрос не задавали себе? Вот вообще, то есть біз мен мына беттен көремін да. Мысалы қазіргі зерттеулер, қазіргі мына ми жайлы болсын, психология болсын, социология болсын, гуманитарлық, бұл темалар көбінесе батыстық көзқараспен. Батыстың не дейді, әлемге көзқарасымен қалыптасқан бір дүние. Енді ол дүниемен бүйтіп, ол көзқараспен мәселеге қарайтын болсақ, оларда мысалы бұл әлем шектеулі. Бұл әлемнен ертелі кеш кетесің. Бұл әлеммен шектелген да? Иә. Бір екі, бұл әлемдегі нығметтер де шектеулі, ограничен дейді. Себептерге байланған. То есть бэкграунды осы форматта болған кісілердің. Жалпы мен бұл ғылымға, білімге қарсылық білдіріп жатқан жоқ. Бірақ может мына беттен бұл қайтадан зерттелсе, басқашалай шығу ықтималы 100%. То есть бұл жерде бір қағида емес. Қазық қағып орған зат емес. Жоқ, абсолютті түрде. Өйткені біз бағана айттық қой, статистикалық өлшемдермен жасалатын дүние. То есть ол максималды түрде 100 мың адам қатысады ол жерде, 8 миллиардтың ішінен. Біз просто қайталаныстарды қарайды, мысалы үшін. Ғылымның бір несі, плюсы да минусы да сол. Жалпы пікір ретінде қарап алуға болатын дүние. Мысалы үшін даже психология әлеміне кіретін болса, бір психология әлемінде миллиард пікір бар да, мысалы үшін. Адлердің психологиясы бар. Травма саған керек. Травма болмайтын болса, сен адам болып қалыптаспайтын ең дейді. Мынаяқтан Фрейд келеді. Сен травмалардың кесірінен сен быт-шыт болып жатсың қазір. Бүкіл әлем кінәлі саған дейді. Екінші мына беттен Юнг келеді. Ол айтады, сенің травмаларыңның барлығы іште қалып кететін болса, ол сен көлеңкең болады. Сенің ақылың өшкен кезде солар сыртқа шығады. Үш пікірмен де 100%-ға емес, бірақ келісетін жерлер бар, келіспейтін жерлер бар. Дәл осы зерттеулермен де тура сондай. Келісетін жер. Енді ол жерде бір нәрсені үкімге алу керек. Ол адамдар руханияттың бар екеніне не салмайды, нұсқау қоймайды. Ол зерттеулер жасалған кезде. Сондықтан бұл жерде біз айта алмаймыз. Адам 50 жаста нақты 100% барлығы сөйтіп тоқтап қалады. Жоқ. Кім? KFC Сандерс 63 жасында жасаған дүниелері бар да, мысалы оның шыққан нәрсесі. Бірақ бұл жерде біз биологиялық тұрғыда ағза қиынырақ жасайды деп айтамыз. 20 жасқа қараған кезде 30 жаста тура сол әрекетті қиынырақ жасайды. 40 жаста тем более қиынырақ жасайды. 50 жаста қиынырақ жасайды. Өйткені ағзаның өзінің программалары бар да. Вот. Жасауға бола ма? Әрине болады. Психикаға байланысты. Психикасы жас адамдар бар ғой. Анау 70 жаста мысалы үшін менің видеода бір шал кісі бар. Танисыз ба? Мысалы ана келді ғой Дженнифер Лопес. Иә, ұйықтап кетті ғой. Иә. 20 жасарлардан мықты болып тұр. Сөзіңіз бөлдім, так? Қалай дейсіз? 70 жасар шал бар видеода. Иә. Күніге таңда сағат 5-те жүгіреді, ананың денесі идеалын жасы 76-та ма сондай. Мынандай жалаңаш жүгіреді. Шортымен, просто торсы ашық, 76-та ма сондай жасы. Мен оны 3 жыл бұрын көргем. Алдында барған кезде әлі жүр да. Қайтпайды, машалла. Анау шал күніге лестницамен туда обратно 4-5 рет барып келеді. Содан кейін барып күнін бастайды. Мен сияқты екен. Тура сізден алмайды. Сондай кісі бар да. Бірақ ол біз айтамыз статистическая ошибка дейді да оны.
ондай адамдар болады міндетті түрде, бірақ олардың опытын саламайсың. О арты хромосома ма жоқ? Жоқ, Не болып кеткен бұлар? любой адам бола алады. Аха. Просто любой адамға бұл нәрсе керек емес. Любой адамға, мысалы үшін 50 жаста 20 жасардай болу керек емес. Қалауында бар шығар барлық адамның, бірақ керек емес. Керек болатын болса, ол 20 жастан бастап дайындалатын еді деген сияқты. Қалегенше тамағын дұрыстап, салмағын тастап деген сияқты әрекеттер жасайтын еді. Сол сияқты бұл дүниеде біз бір нәрсені қағида ретінде айта аламыз, тек қана егер оны Аллах қағида ретінде бекітсе. Қалған дүниелердің барлығы всегда, особенно наукада, барлық нәрсе под сомнением болады. Вопросительный знакпен болады. Тема. Так, енді мысалға мен сұрақ қойайыншы, бағана ойымды қалып кетті. Бір сұрақ бар. Вот мен сізге күнделікті бір 2 күнде бір адамдар жіберіп отырамын. Қарым-қатынасқа қатысты. Менде өмір ондай болмаған. Соңғы 6 жыл болды. Мен 6 жыл болды ма адам қабылдап жүргеніме осы салада психофизиологияда 6 жылда бір соңғы 1 жылда ғана шығар маған қарым-қатынаспен келеді. Мен дәу жасып қойған қарым-қатынас бойынша маған хабарласпаңдар. Мен өзім үйленбеген адам, машалла, не деп сұрайсың менен демеші. Сөйтіп сізге жіберемін. Қазір 10 адам келетін болса, соның 6-ы, 7-і отношениеде проблемамен келеді. Вот ажырасайын деп жатырмыз. Ажырасып қойдық. Ажырасқаннан кейін қайтып қосылдық, бірақ қайтадан ажырасайын деп жатырмыз. Деген проблема. Мен өзімнің көзіммен көріп жатқан дүние 10 адам келетін болса, соның 6-7-і сондай проблемамен келеді. Уже ақша қалды жайына, ақша қызық емес адамдарға уже. Қарым-қатынас проблемасы. Вот соны сізден сұрайын деген. Не үшін болып жатыр ол нәрсе? Оларда отношение емес, отношение болып кеткен ғой. Қараңыз. Мына отношение бар и взаимоотношения бар. Екінші отношение ол не деген сөз? Қай кезде айтамыз? Отношение бар деп ше? Ол көңіл бөлінген кезде, фокус бар кезде. Егер фокус көңіл бөлмесе, ол жерде қарым-қатынас бар деп айта алмаймыз. Енді қандай да бір қарым-қатынас өз бетімен ешқашан дамымайды. Мысалға, қай нәрсеге жалпы адам баласында энергиямен проблем болмайды. Энергия адамға берілген нәрсе. Енді бұл энергиямен проблем болмағаннан кейін адамда фокуспен проблем бар. Фокусты қайқа саламыз, қайқа жұмсаймыз. Мысалы, бұл әлемге ара ұшып шығады, және бұл әлемге шыбын ұшып шығады. Бірақ екеуінің қонатын жері екі түрлі. Сол секілді фокусты қайқа салатынымыз маңызды. Енді мысалы кәсіпкерді алатын болсақ, бұл жерде мынандай. Бізде 3 жиі қайталанатын позицияларымыз бар. Менің жеке, отбасылық және жұмыс. Дұрыс па? Жеке өз-өзіме деген қарым-қатынас. Екінші, ер кісі ретінде әйеліме, әке ретінде бала-шағама қарым-қатынас. Үшінші, жұмысқа, бизнеске, жұмыскерлерге, ақшаға, масштабқа деген көзқарасым бар. Қарым-қатынас бар. Отношение. Енді сыртқы әлемге менің қарым-қатынасым қай кезде қате болады? Менің қарым-қатынасым өз-өзіме дұрыс болмаған кезде. Мен өз-өзіме салғырт қарай бастаған кезде, өзімді құнды, мағыналы санауым іштегі состояниеға емес, жағдайыма емес, сырттағы факторларға байлайтын болсам, онда менің қарым-қатынасым өз-өзіме қате. Мысалға, мен бренд киім кисем, сол кезде мықтымын, жаңағы сенімдімін, уверенімін. Қымбат көлікке отырсам, адамдар маған көңіл бөледі. Көп ақша болса, бірінші боламын. Бетіме краска жақсам,
қарайды деген еді. Мен ішпен емес сыртқы факторларға берген сайын ішкі дүнием әлсірейді. Мысалыға, мен қазір күшті жұмыс жасаймын, егер кофе ішіп алсам. Демек, өзінің күштілігін кофеге байлаған. Немесе пәленше ресторанда отырсам, немесе пәленше бренд кисем, пәленше нәрсе жасайтын болсам, сол кезде мықтымын деген сайын негізі адам әлсірейді. Енді бұл жердегі бірінші мәселе ер кісі, жеке тұлғалық, отбасылық және бизнес дейтін болсақ, сол үшеуінің арасында бізде баланс ұстаған абзал. Баланс ұстау керек. Мысалы, өзіңізге елестетіп көріңіз. Жасыңыз шамасы 32 деді. Енді 20 жылдан кейін, егер күні-түні жұмыс жасайтын болсаңыз, беріліп кетіп, күндемей, түндемей жүгіретін болсаңыз, шамасы 50-ге толған кезде қарны шығып кетеді, шашың түседі. Бірақ ақшаң бар, Rolls-Royce'ың бар, 5-6 этажды үйің бар, самолетің бар. Бірақ иммунитетің әлсіз. Жаңа қарның шығып кеткен, бірақ ақша көп. Қалайсың ондайды? Бала шағың жоқ, отбасың жоқ. Қызық емес, Немесе терісіне, әйел бала шағамен мықты да сен жағдайың. Қарым қатынасың керемет. Бірақ жұмысың жоқ. Бизнесің жоқ. 50-десің. Қызық па? Тоже қызық емес. Мысалы, әйелдер айтады, үйімде отырсын, үйде отырсын. Ал елестетіп көріңіз. Түк жұмыс жасамаса 50-де. Тойға барғың келеді, бала шағаны жаңағы қыдыртқың келеді, шетелге шыққың келеді. Күйеуің үйде отырып жатыр. Немесе үшінші жағдай, өзің мықтысың, фит, әйел бала шағаң бизнесің бітші. Тоже болмайды. Сол үшін бір нәрсені толтырып жатырмын деп, басқа нәрсені нөлдеуге болмайды. Түсінікті? Ол тепе-теңдікті алмасаң, бүгінгі күнмен өмір сүретін болсаң, қайткен күні 50-ге толасың, 40-қа толасың, ала жас өмір берсе да, ол кезде қалған нәрселеріңді бос болып тұрмау керек. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Байлықтың сырлары дейді енді. Қазірдің уақытында жұмысың жүріп жатыр. Дейікші, мықты жүріп келе жатыр. Бұндай уақытта бір проблемный мәселе бар, осечка бар. Адамдар қасындағы адамдармен қарым-қатынасты үзе бастайды. Недосягаем болады. Телефон алмайды. Звондасаң өзінше жаңа. Хотя цель еді да, условно. Енді бұл кісі үйстіп, әр адамнан бейтіп алыстай беретін болса, ертең толасың 40-45-ке. Той томалағың болады, бір жиын болады. Білмеймін, бір баняға барың келеді, досыңа звондайсың, телефон алмайды. Білмейді. Психологпен барып баняға түсемейсің да. Хахаң жарыспайды о жерде. Сол секілді бұны дұрыс апарған дұрыс. Баланспен апарған дұрыс. Енді қате қарым-қатынас қай кезде осындай жағдайға апарады? Артық 3 степень бар да, жаңа 3 дәреже. Мысалы, обида, реніш. Реніштің бірінші дәрежесі обида, екінші дәрежесі разочарование, көңіл қалу. Үшінші депрессия. То есть ажырасу көбінесе депрессия дәрежесінде болады. Қош, бұған айтқанның пайдасы жоқ. Реніш ол. Ол реніш, негізі реніш. Бірақ реніш 3 стадиядан өтіп кеткен. Уже депрессия. Бұған айтсаң да не, айтпасаң да. Түк түсінбейді. Түсінесіз бе? То есть ар жақтан әрекет жоқ. Мен енді реакция да жоқ. Бұл болғаннан кейін үміт үзіледі. Үйсіп жүре берсек не пайда? Бірақ бүйтіп қазбаласаң, депрессияда жүрген адам, оның алдында болған нәрсе көңіл қалып қалу. Соңғы рет қашан сөйлестік? Бір 5-6 ай бұрын сөйлестік. Не жайлы сөйлестік? Сөйлестік үшін бір жерде отырдық. И жасаған жоқ. Одан кейін көтермедім бұл теманы. Көңілі толмай қалды, бірақ оған дейін де бар. Шамасы бір жарты жыл болған. Көңілі қалып қалған. Бірақ бұл утверждение болып кете берген.
соңғы кезеңде бұл қайтадан сөйлескен, еш нәрсе өзгермегеннен кейін жауып тастаған ғой. жауып тастаған болды. Бұл ескі жаптым дейді. Мгм. Енді бұлар шамасы 1 жыл өткеннен кейін бір-бірімен электричество жоқ, үйтіп жүргенше ажырасқан дұрыс. Бірақ одан арман тағы қазбаласаң, реніш шығады. Реніштің екі түрі бар. Реніш екі түрі. Жаңағыдай конструктивті, деструктивтідан бөлек реніштің халяльный жолы бар. Халяльный жолы мынау. Абдурашид мырза, мен сізге ренжідім. Пәленше сөзіңіз, осы нәрсе мені қатты ренжітіп жатыр, ұнамай жатыр. Мынандай емес, сен мені ренжітіп жатсың, аузың жап емес. Мен позициямды айтам. Сөздердің, іс-әрекеттердің маған болған ықпалды жеткіземін. Бұл халал жолы. Немесе айтам, егер де осылай кешеге беретін болсаңыз, біз мына подкасттарды енді түсірмейміз. Өйткені бұл менің пәленше нәрселерін тоқтатып жатыр. Нападение жоқ. Бүйтіп бас салып төбелесіп жатқан жоқ. Мен енді айтып жатырмын? Өз позицияңыз. Позициямды айтып жатырмын. Осындай болып қалдым. Бұл адекваттық сезім білдіру стилі. Екінші, бұл агрессивті және пассивті. Бірақ халяльный болса, нормальный нормада үлкен адам айту керек. Мынау іс-әрекет маған ұнаған жоқ. Бірақ мен сіздің орныңызды шешімде де қабылдамау керек. Түсінесіз бе? Проблема қай жерде мына реніштің? Мен біріншіден ренжідім, екіншіден сізге нападать еттім. Үйтіп кешікпе. Маған бүйтпедім. Үшіншісі шешім қабылдамай айтам. Енді сен менің айтқаныма көну керексің. Көрдіңіз бе? Мен полный сізден есеп тастадым. Шектеп тастадым да. Енді сіз менің айтқан ойдан тысына шығам, обязательно. Шығасыз обязательно. Менің айтқанымда болмайды. Мен бұған қоса не болып кетем? Ренжігенмен тағы ренжимін да. То есть двойной не болады. Двойной болады. Есі жиналады. Сразу ұрды. Енді қараңыз. Абиданың халяльный жолы бар. Нападать етпеймін. Жағдайымды түсіндірем. Бұл айта бергеннен дұрыс айтпағаннан кейін, нападать ете бергеннен кейін бұл болмайды. Оған қайталайсыз. Бір. Екінші, халяльный, не халяльный. Неправильный дейікші, правильный, неправильный. Вот енді неправильный, ол екіге бөлінеді. Пассивті, агрессивті. Пассивті мынандай, ішімде ренішім бар, бірақ айта алмаймын. Нормально все дейсіз. Мен бүйтем, бәрі нормально ма? Үйге келдің, әйелің шай құйып береді. Мә, іш. Тырысып отырады. Еркекке не болды? Түк болған жоқ. В смысле түк болған жоқ? Ешнәрсе болған жоқ. Не бар? Пассивная агрессия. Пассивный бар. Бірақ айтып жатқан жоқ, нападать етіп жатқан жоқ. Бірақ түрдің бәрі сондай да. Еркек түсінеді бұны. Бұл да іште жаңағы жүреді. Үшінші, то есть үшіншісінде агрессивті. Неге сен бүйтесің, қашан қоясың сен? Нападай. Қате мен ренжіп жатырмын. Осы кеше айттық кездесеміз деп. Неге келмедің? Өмір бақи сен сөйтесің. Бірақ бұның түпкі мәселесі не тұр? Реніш. Оның белгілі күтіп атқан нәрсесі орындалған жоқ. Енді бұл жердегі момент, мына ренішке екінші неправильный. Бұл мәселе мынандай қараңыз. Мен аламдағы ренжідім ғой. Ренжігеннен кейін мен мынандай бір бутылкаға баспен кіріп кетем. Аяғым үстіне жатыр. Мысалы, бутылканы елестетіңіз. Бүйтіп кірмеймін, мен аяқпен кіріп кетпеймін да мен оған. Бутылканың басында тұрмаймын. Мен наоборот баспен кіріп кетем да, аяқ тұрады. Енді шыққым келем десе, шыға алмаймын. Өзім шығай десем, шыға алмаймын. Өйткені дұрыс кірген жоқ. Енді мен еще ана состояниеда тұрып, былай деймін.
енді сен мені кіргіздің мына жаққа, енді сен мені шығар. То есть ловушканың ішіне ловушка. Енді бұл кісі үлкен адам ретінде емес, поведениесі Бала ретінде. бала ретінде. Бұл кішкентай баланың поведениесі. Жаңағы системный динамика болмаған. Жасы келді 30-ға, іс әрекеті 8 жасар, 9 жасар, 10 жасар, 11 жасар. Мама папасы бұл бүйтіп бұртиып отырып алған кезде мамасы папасы жаным жаңа алып кететін. Еркек болсын, қыз болсын. Бірақ уже үлкен жаста, жасымыз келген кезде бұл поведение жаңағы реакционалды күйде болады. Бірақ бұл мені бір нәтижеге алып келе жатқан жоқ па, бұны есепке алған дұрыс. Енді реніштегі маңызды нәрселердің бірі оны асқындырмай, жаңа көңіл қалып болу, одан депрессияға шығып кетудің қажеті жоқ. Өйткені ол форматта мәселе шешілмейді. Жауапкершілікті, менде болған жауапкершілікті мен әйеліме жүктеме керек. Әйелім өз жауапкершілігін маған жүктеме керек. Мысалы, мен жұмыс берушімін, жұмыскерім бар. Қай кезде мен жауапкершілікті жұмыскерге артатын болсам, сол жерде менде әлсіздік болады. Сол жерде жүрмейді. Мысалыға, мен жауапкершілікті маркетингке берсем, маркетологқа берсем, бүкіл компанияның жауапкершілігі оның мойнында. Түсіндім. Компанияның жауапкершілігін беріп қойсаңыз. Ойлаңызшы. Ол ондай пайда көріп жатқан жоқ. Ондай жауапкершілік алатындай. Ол сізде ойланбайды, ойлана алмайды. Ол сіздің неңізді көре алмайды. Ол маркетолог, ол тәуелсіз болу керек. Креативті бола білу үшін. Әйел адамда үйде рахат бола білу үшін, онда да ондай жүк болмау керек. Ол жүк ер кісінің басында. Ер кісі болдың ба, үйлендің ба, бір жұмысқа кірдің ба, болды. Қораға кірдің. Ана пожарник отқа кіреді, көнеді ғой жаңағы от, оны да күйдіреді. Полицейский қорғауға барған кезде ол да пуляға көнеді. Түсінесіз ба? Боксер рингқа шыққан кезде ударға көнеді. Сол ұқсап, лидерлік позицияға кірген адам бұл жауапкершілікті алу керек. Түсінесіз ба? Лидер бізде шаршамайды. Лидер шаршамау керек. Лидер дұрыс уақытта демала білетін адам. Дұрыс уақытта демала білсең, онда шаршамайсың. Енді әңгіме қайқа. Ұзап кеткен жоқ па? Айта беріңіз. Яғни бұл ер кісі жауапкершілікті әйелге берген сәтте әлсірейді. Әйел адам жауапкершілікті ер кісіге берген кезде ол да әлсірейді. Енді бұл әлсіремес үшін мен жауапкершілікті өзіме алу керек. Жаңағы реніш кіріп кетті, аяқ бет. Негативті форматта, бутылка кіріп кетті. Мейлі ол жаңа агрессивті болсын, мейлі ол андай пассивті болсын, кіріп кетті. Бұл жерде тағыны минус бұл нәрсенің, ол шарт қояды. Енді мен бұл жерден шығу үшін Абдурашид маған 1001 гүл алып беру керек. Бағасы 500 мың теңге. Риск артында отырып, біз осындай 100 мың теңгеге шай ішу керекпіз. Плюс еще бәленше деп не істейді бұл? Шарттар қойып істейді. Абдурашидтің ойында не? Барып, білмеймін жаққа, қақтан? Дөнер набайды. Жесек, в принципе, раз болып қалады деп ойлайды бұл екен. Бір гүл берем, дөнер набайды жеп аламыз. Или мынандай бір не? Нақты не? Магний. Бат берсем, успокоится. Ол болмайды. То есть ер кісінің ойында шешім жолы бөлек, әйел адамды бөлек. Енді ренжіп жатқан кім? Әйел. Енді ол анаға шарт қоймау керек. Шарт қойса, бутылканың ішіне шықпай кетеді. Түсінесіз бе? И соның ішінде жүріп еді. Өйткені ер кісінің ойында ол шлей оны ренжіткен жоқ. Ойлайды, в принципе,
бармадық дейді ол. Өйткені оның ойы жаңа рационалды, эмоционалды емес. Мхм. Енді әйел адам өз өзімен жаңа бір түйіп молданып, бұлашыт болып кете мүмкін. Плюс еще қияли несі қосылып кетсе. Еще қоғамда бір подружкасымен отырып алса. Или еркісі кіресе, да. Бүйтіп отырып алса, ана ойды өрбітіп жібереді да. Иә. Енді бір сезім 3 күннен артық жүретін болса, 3 күннен артық болатын болса, артық сезімнен шығып кетеді да, бұл нақты дәлел болып кетеді. 3 күннен астырмау керек оны. Сол үшін де айтады екен ғой, 3 күннен астырма. Машалла. Сезімің барса, айт. Жақсы көремін десең, жақсы көремін. Ұнатпаймын десең, ұнатпаймын деп айта білу, ол тәуелсіз да, түсінесіз бе? Енді жаңа мына реніш мәселесінде, бұлар не істейді, ерлі зайыптылар. Ана агрессивті, пассивті бір жерде жүр. Мына еркекте манаған айтқаннан түк пайда жоқ. Дубайға да апардым, даған да апардым. По-любому айтады сөзі, ты не уделяешь мне внимания дейді. Құрып кетсінші осы. Тоймайды, тойымсыз. Енді үйстіп жүрген кезде бұл жігіт жұмысқа барады, бір қызға условно бір iPhone береді. 20 жасар, 21 жасар, 23 жасар бір қызға телефон береді. Енді ол қыз айтады, о, көкетайым, әкетайым, бұл не деген телефон? Не деген күшті түсіреді дейді. Ол барған сайын мақтайды ана. А еркісі ол жерде ери бастайды. Дофамин алады. Үйге барады ана. Анда әңгіме? Жұмысқа барсаң анда әңгіме да. Енді невольдан деп болып кетеді. Енді оның іздеп жүргені тек қана мынау емес та. Жаңа. Интимдік мәселе емес та. Ол жерде басқа нәрсесін жеп отыр. Көңіл мәселесін, еркісі әйел адамда болсын да ол. То есть здесь андай цель нету жаңа. Бөлу мәселесі емес та. Енді бұл жерде екі жас үлкен адам, бала ретінде емес, екеуі взрослый болып отырса, мәселе халас болады. Болмаса, бір-біріне жаңа атқылап отырады. Мысалы, рамбигут болса, бір-біріне атып, мәселе шешілмейді. Мәселе шешілмегеннен кейін, не дейсің? Братан, салам алейкум. Пока. Бөлсе слайк дейді, Бөлсе слайк. Осы жерде, демек, жауапкершілікті бермеу керек, то есть жібермеу керек, жауапкершілік наоборот алу керек. Мен нені дұрыс істемей жатырмын, бұл осындай реакция көрсетіп жатыр. Бұл өмір бақи мені түсінбейді десем, нападение. Мен не дұрыс істемей жатырмын, мен неге бұны естімей жатырмын, әйел адамды айту керек. Ол мені неге естімей жатыр? Мен, наверное, что-то доношу неправильно. Біз сол мәселеге қырсығып аламыз да, мен сен үшін туып жатырмын. Ана айтады, мен сен үшін жұмыс істеп жатырмын. Санасып кетеміз да, ортаға сезімдер емес, құндылықтар емес, есептер кіріп кетеді. Мен биттім, мен сөйттім, мен анау биттім, тиын санап кетеді, өтір санап кетеді, тырнақ астынан кіріздеп кетеді. Ол түбі жоқ та бұның. Бұл жерде екі адам бір-бірімен отырып бұл мәселені шешу ықтималдығы қандай, или қазы керек қой обязательно, үшінші медиатор керек па бұл жерде? Үшінші лицо болып осы екеуін бөліп отырады. Мысалы үшін сіз сияқты психолог. Негізі андай жолдың тез шешілу. Бұндай кезде екі ерлі зайыптың арасында адамның специалистік білімі болмаса, мысалы досыңыз бар. Сіз специалист емес. Досыңыз келеді да, әйелін жаман дейді. Мына қатын түсінбейді. Қайықтан шыққан не қыз, ана мына. Енді досы кімді поддержать етеді? Қызды поддержать етпейді ана. Оныкі дұрыс негізі. Кетшар дейді, мен дада бұқсап айтып жатырмын дейді, понимаете? Енді әйел адам подругасына барып, ол айтпайды, сенің жігітің дұрыс екен деп айтпайды. Ол соның ойын подтверждать етеді. Жанып жатқан бензинді одан арман бензин салады. Сол үшін екі ерлі зайыптың арасында, екі партнердің арасында білімің болмаса, екеуіне тәуелсіз қарай алмасаң, кейстерің болмаса ажыратасың, ажырастырасың. Ол жеңіл зат емес. Ол кәдімгідей сез оголенные чувства, оголенные эмоции, они тем более напряженные. Там пожар да ортада. Ол пожарды кеп, одан арман өршету қажет емес. Кейбіреулер бүйтеді, иди тогда ты измени дейді. Қоғымбайлық та ол. Бітті деген сөз ол. Уже бред то. Это не выход то. Это кто-то свою
Вот если вот так вот говорит, он свою там что-то доигрывает, он не Ә, смотрит адекватно на ситуацию, понимаете? да. Он там свою какую-то выгоду видит. Это опасно, да? Мгм. Сол үшін ер кісі болсын, әйел адам болсын, бұндай темаға кіріспеген жөн. Тек қана мамандармен. Маманға барсын, сөйлесін. Әйел де еркекке барып сөйлесін. Мгм. Бүйтіп подружкама анау мынау, ол подружкаңа по-любому сені жақтасады, сенікі дұрыс болып шығады. Иә. Еркектікі анау дұрыс болады. Тәуелсіз, екеуіңді білмейтін, Мгм. әйел адам білмей, әйелге барсын, еркекке барсын, или білмей, бір ортақ бір неге барсын. Иә. Или біздің центрге келсін. Соны айтып жатқаным, соған алып келе Топырақ. жатырмыз ғой. Сәт. Соған алып келе Иә. жатырмыз ғой. Просто мен осы күнге дейін көрген именно осы сіздің кейстарыңыздың барлығы осы күнге дейін қанша ажырасайын деп жатқан семьяны сақтап қалу кейстарыңыз көп қой сіздің, альхамдулилля. Вот солардың барлығының несі бағанағы құнары қайдан шығып жатыр дейтін болсаңыз, осы жерде күнделікті жасалып жатқан, осы бағытта жасалып жатқан тәжірибелі жұмысты, сіздің жасап жатқан жұмысыңыз, сіздің мамандарыңыздың жасап жатқан Сенім жұмыс. артқаныңызға рахмет. Иә, иншалла. Өйткені мен енді осы күнге дейін қанша адамдармен жұмыс жасадым, бірақ именно қарым қатынас мәселесіне келген кезде барлығын андай ойланбай сразу Сәбит ағамызға жіберемін де, өйткені Мен бұл жерде Маман. өзім қабылдамаймын сразу. Көбінесе иә. өз маманы бар. Мысалы, Айнұр ханым бар. Мм. Отбасылық психолог, сексолог. Онан бөлек жаңағы бізде аудиотерапевт бар. Иә. Одан бөлек жаңағы гончарный бар. Мгм. Одан бөлек арома бар. Одан бөлек нейропсихолог бар. Одан бөлек коуч бар, галып бар, анау бар, мынау бар. Өйстіп ана разбортовка жасайсың. Иә. Бүйтіп деп бір оймен келеді, сөйтіп раскачать нужно. Мгм. Ана ойынан тайдыру керек та оны. Ана қатып қалған мұзды еріту керек бірінші. Ерігеннен кейін, лояльны болғаннан кейін сөйлесуге болады. Мгм. Әйтпесе қатып қалған адаммен таспен, бетонмен сөйлескенде боласың. Иә. Жаңа сенсорика деген мақсатымыз сол. Иә. Жаңа Ана айтады ғой, керемет. харам тамақ жеген адамның жүрегі қатайады, қатайған жүрекке уағыз өтпейді дейді. Сол үшін бірінші уағызда да емес, тамақты халалдандырудан бастаңдар дейді ғой. Сол сияқты мәселе де осындай екен да сіздерде. Бірінші олардың бағанағы раскачкасымен айналысасыздар да. Барлығының өзін қалпына келтіріп, өзін орнына қоюмен. Бір жібітіп алу. Содан жүрегі еститіндей жағдайға келген кезде, сол кезде уже әңгімелесуге Бірақ болады. жалпы уже сізге кіргеннен бастап Иә. ойына саласыздар, бұл мынандай болып жатыр. Мынандай элементтер болып жатыр, мынандай процесстер болып жатыр. Мгм. Мысалы бүгін бір кісі хабарласты, айтады. Білмеймін, Абдурашид маған да айтты. В общем, хабарласты деді. Не үшін хабарласатын дейді. Мен қайдан білесің, не хабарласасың? Менде мынандай диагноз деді. Не болып жатыр деймін де сен. Осылай. Онда қоя тұр. Керек болса кел деймін да. Машалла. Иә. Сол да, то есть. Сенім да. То есть уже сол жерден түбі разбортовка да. Дайындалып келе жатыр, иә? Дайындап келе жатыр да. Андай немен келе жатыр да. Мысалы қайтадан отношения дейтін болсақ, бізде плюс, минус, 0 бар. Иә. Мысалға, плюс дегеніміз мына, мен берушімін, сіз алушысыз. Мысалы, мен мұғалім, сіз шәкірт. Плюс, минус. Енді 0 дегеніміз бұл нейтральный. Например, класстастар достардың қасына барған кезде үйретпейсің, үйренбейсің. Нулевка. Жаңағы. Үйрену де жоқ, үйрету де жоқ. Бір қақада. Енді қайықта проблем болады, 2 плюс болса. Екеуі де үйреткіш болса, иә? Мысалы, мен келіп сұрақ сұрап жатырмын, бірақ үйрететін болсам қайтеді ол. Иә. То есть сұрақ келді ма, сұрақ сұрауым. То есть сіз плюстасыз, мен қазір минустамын. Мен үйренушімін, алушымын. Мен де бұны қабылдау керек. Іштен мен бұған дайын болу керек. Мен қазір үйретемін дейтін болсам, сөзге қасарыс, бір-бір болып жаңа. Сол секілді қарым қатынаста да үйде біреу плюс. Еркек пе еркек болды. Или әйел. То есть үйдің жағдайында планировка, оқиды-сұқиды еркек айту керек. Күні түні бұл үйде әйел жүреді. Соған ұнау керек. Ол балаға бейімдейді, қонағына бейімдейді, анаған бейімдейді, маған бейімдейді. Руль сонда. Мен қаяқтамын, офиста, офисі менің үйімде, мен 90, қанша 50%, 60% уақытты осы жерде өткізесің.
өзіме қарай бейімдеймін да. Мына жерге көп әйел отырады ма, не в тему да. Енді білу керек. Мысалы, жұмыста сен плюстасың, үйде минустасың. Үйде бастық емессің. Үйде бастық. Енді жұмысқа келіп минуста болсаң, ол да қате да. Сенен кетеді, сәке бірнеке айтшы. Сендер өздерің бір шешіңдерші. Олар айтады, мынауың жынды болса екен дейді. Понимаете? То есть мәселе өз подвешенность стоит. Сол үшін жүкті алатын жерде жүк аласың, тапсыратын жерде жүкті тапсырасың. Ондай болу үшін адам қандай болу керек? Тапсыра алу үшін, ала алу үшін, калибровканы жасай алу үшін жалпы бір күндік жауапкершілік алу керек. Жауапкершілік алу керек. Қалай аламыз оны? Жауапкершіліктің алудың пайдасын түсіну керек. Түсінік қой бұл жерде барлығы, түбінде шешесі. Например, выгодасы бар. Мысалы, жауапкершілік алмасам, онда маған көңіл аудару мүмкін. Бұл кішкентай баланың позициясы. Жауапкершілік алмау негізі. Бұл кішкентай баланың позициясы. 0-ден 17-18 жасқа дейін әдемі. Өйткені ол мама, папасы жауапкершілік алады. Біз бұл мынандай мағынада бет алды жүр деген мәселе емес андай. Ата-анасы шешім қабылдай алады оның орнында. Айтады, балам, сенің ойыңша бұл, бірақ біздің өмірлік тәжірибемізше бұл. Жауапкершілік бізде. Екінші, жауапкершілік баланың өзіне болған. Мысалы, кейбір кезде бүйтеді, баланы 30 жасқа дейін баланың орнына шешім қабылдайды. 30-қа толған бала, ал енді ұшты. Оның уже қанат атрофироваться етіп қалған. Қанат отырып қалған. Сол жауапкершілікті алу, жауапкершілікке бейімдеу, үйрету, бұл кәдімгі тәрбиеленетін зат. Кішкентайынан тік бересің. Мысалы, 1000 теңге бересің, есебін ал. 10 000 теңге бересің, есебін ал. Бердім 10 000 теңге, ал не істедің бұны? Мынаны алдың, неге алдың? То есть андай бит, ұрсу соғу емес, мынаны алсаң да болар еді ғой. Тағы да мынандай нәрсе әбекем. Травма дегенше, травма. It's my thinking таксың. Ойым мынандай, баланы өз ойымен қалдырып кетсең, баланың ой өрісі сол дәрежеде, сол форматта ойланады. Мысалы, мамасы мен папасы ұрысып отыр. Дейді. Мамасы баласы үшін единственный. Мать. То есть мама бала үшін бір ана да ол. Күйеу үшін бір қатын, бір әйел да ол. Түсінесіз? Менің оған көз қарасым, баланың оған көз қарасы. Екі түрлі. Мен баланы әйелімізбен ұрыстық, баланы сол оймен қалдырып кету травма деп ойлаймын. Машалла. Түсінесіз бе? Баламен міндетті түрде сөйлесу керек. Айту керек, тоқтайдыр. Остановись, шешім қабылдама. Ол менің әйелім. Окей? Біздің жасымыз 35-36, 40-тамыз. Біз анда-санда ұрысамыз. Түнде бізде жақсы болады өзі. Түбі да? Біздікі нормально, бұл болып тұрады. От жанады, сөнеді. Тебя это не касается, балапан. Ол біздің проблема, сенің үшін қатысың жоқ. Сен үшін ұрысып атқан жоқпыз. Мен мамаңды жақсы көрем. Болды, біз өзіміз шешеміз деп айтуда. Өйткені бала сол жерде өзі так етіп шешім қабылдайды, айтады. Батя тиран, мама жертва дейді. Маманы құтқару керекпін дейді. Сол жерде түйін алып алды да бұл. Так етіп папқа отырғызып алды. Сонымен жүреді, батясын постоянно жаңа тиран дейді. Ол батясы шалпылдап жаңағы ақ көңіл. Бірақ баланың өзіне кім? Тиран. Сол үшін сөйлесу керек, тілдесу керек. Тоқтап, баланы ұстап остановись. Оған оның ойымен шектетпеу керек. Бәлкім қатық болса да сөйлесу керек. Бұл ондай. Бұл да не тудыртады? Диалог та ол. Сөйлесу. Шешім, ой, дамытады. Спортқа беру дамытады. Командада жаңа жауапкершілік беру дамытады. Жаңағы жеке өзін жаңағы нанға жібер, дамытады. Жұмысқа жібер, дамытады. Бұл жауапкершілікті жай бетіп сіңдіріп оқытатын кәдімгідей құрал. Құрал, машалла. Керемет. Бізде тұжырымға келетін болсақ, екі тарапта, күйеу мен әйелі болсын, партнерлар болсын, екі тарапта заинтересованный болу керек, қызық болу керек қой оларға осы отбасын сақтап қалуға, компанияны сақтап қалуға. Екеуінде де жауапкершілік. Ең басты мәселе жауапкершілікті
артпау керек та басқа біреу. өзіне ал. Мен нені дұрыс істемей жатырмын, ол мені түсінбей жатыр. Сенің кесіріңнен ажырасып жатырмыз емес? Қате. Иә. Мен нені дұрыс істемей жатырмын, ол мені түсінбей отыр. Иә. Өзіме ал, 90% вопрос шешіледі. 90% қараңыз, егер сыртқа адам сыртқа берсем, онда 1000 проблема. Ішке берсем, 10 проблема. Кім проблема? Мен. Өз. Машалла. Алла разы болсын, Сәбит аға. Абекем сізге Шақырғаныңызға рахмет. рахмет. Абекем, Алла разы болсын, рахмет. Келгеніңізден нұр бітсін. Осылай жастарға, адамдарға пайдалы болыңыз. Өсіңіз, өніңіз. Сіздей Енді ұстазымыз бар кезде жамбасқа лақтырып жіберейін. Үйленіңіз. Құдай қаласа. Осындай пайдаңыз көбейе берсін, арта берсін. Тоқтамаңыз, табандылық болсын, сабырлық болсын. Соны тілеймін. Рахмет, келгеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Біз мына Топырақ центрдің алғашқы центр бойынша жаңа жасалып жатқан алғашқы подкастта болып тұрсыз. В общем, осындай болып тұр. Алла разы болсын. Беріп тұр екен. Рахмет сізге, Сәбит аға, шақырғаныңызға рахмет. Сіздің қандай да бір жобаларыңызға қолдауға дайынбыз. Жалпы ақылақпен, қарым-қатынаспен таныстырған адамсыз, рухани мәселесінде де, психологиялық мәселесінде де. 2021 жылы біз ең бірінші рет Сәбит ағаның сабағына келгенбіз. 21-ден бас. 21-де. 21-де келіп, сол 5 жыл бұрын бірінші жалпы адамдардың қарым-қатынасы жайлы сол кезде біз прям әр сөзіңізді жазып, әр нүктеңізді жазып, сөйтіп алып, осы күнге шейін соны қолданып келе жатқан жайымыз бар. Сондықтан Алла разы болсын сізге, рахмет сізге. Сіздей ұстазымыз бар кезде жоғалмаймыз деген ниетіміз бар. Рахмет үлкен. Сіздерге рахмет көргендеріңізге. Егер сіздерге психологиялық көмек керек болатын болса, егер қарым-қатынаста проблема болып жатса, тікелей осы Топырақ центрге келе берсеңіздер болады. Адресін астына жазып кетеміз. Сол. Лидерлік, одан кейін шешім қабылдау, өсу. Осылармен жұмыс жасаймыз.